Баршаңызға сәлем достар, сіздермен қайтып берген Жадыра. Бүгінгі видеода жасанды интеллект арқылы суреттен видео құрастыратын боламыз. Егер де қызықтырса, соңына дейін көріңіздер. Бізге керегі lumalabs.ai деген платформа. Попробуй дегенді басамыз. Войти через Google. Одан кейін Google аккаунтымызды белгілеп, осы платформаға тіркеліп аламыз. Мында мен бұрын соңында жасаған жұмысым тұр. Енді мына жерде галереяның несі тұр, значогы, соны басамыз да осы жерден суретті белгілеп открыть дегенді басамыз. Мысал үшін Жанболат атамыздың суретін таңдап открыть дегенді басамын. Одан кейін введите текст деп тұр, осы жерге керекті текст жазамын. Мысалға домбыра тарту деп жазамын. Мына жерге конечный кадр деп, соңында қандай кадр шығу керек, соны қоюға болады сурет ретінде. Және мұнда оң жақтағы жоғарыға қараған стрелканы бассақ, бізде загрузка жүреді. Шамамен 5 минутқа дейін шамамен күтетін боламыз. Бұл платформамен бастапқы 30 видеоны ғана тегін жасауға болады, одан кейін ақылы түрін қолдану керек. Егер де тағы да тегін қолданғыңыз келсе, онда просто так осы платформаға басқа аккаунтпен тіркеліп, дальше тегін қолдана бересіздер. Мінекей загрузка бітті. Осы видеоның үстінен бассақ, видеомыз ашылады. Мінекей домбыра тарту дедім. Жәймендеп ақырын ғана домбыра тартып жатқан сияқты бір 5 секундтық видео шықты. Download дегенді басып, компьютерімізге скачать етіп аламыз. Мінекей скачать етілді. Кәдімгі папкадан, загрузки деген папкадан ашылатын болады. Мінекей осы секілді жасанды интеллекттердің мүмкіндіктері өте көп. Егер де оларды білгіңіз келсе, описание бөліміндегі жасанды интеллект деп аталатын плейлисттің сілтемесіне өтсеңіздер болады. Және де айта кететінім, PowerPoint-ты басынан бастап әдемі креативті презентация шыққанға дейін қалай жасау керек, қандай фишкалар қолдану керек, қандай технологиялары бар, соны барлығын білгіңіз келсе, онда менің презентация 1.0 деп аталатын сабағыма қатыссаңыздар болады. Толығырақ описание бөліміне жаза кетемін.